Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне үлкен зиян әкеледі. Әбу Наср әл-Фараби осылай деп ұрпағына ұлағат сөз қалдырды. Тәрбие тал бесіктен, ал білім ордасы әл-Фараби атындағы мектептен сауалнама жүргізіп, сұрақтарға қалай жауап беретінін көрейік. Сәлеметсіз ба? Аты жөніңіз, есіміңіз кім болады және қай пәннің мұғалімі боласыз? Аты жөнім Дербисова Индира Жомартовна, қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғалімі. Тамаша. Енді осы мектеп 102-ші мектеп гимназиясы әл-Фарабидің атында екенін біз жақсы білеміз. Осы әл-Фараби туралы не айтып бере аласыз? Әл-Фараби енді дүниежүзі бойынша әлемге танымал екінші ұстаз. Отырар қаласында туылған, 870 және 950 жылдар арасында өмір сүрген. Жалпы музыка саласында, математика саласында ұлы ғалым. Және бүгінгі таңда мынау адамгершілік, ізгілікті адамның бойына сіңіре отырып, мынау бақытты қоғамды қалыптастыруға өз жолын салып кеткен ғалым ретінде танимыз. Уағалейкум ассалам, менің аты жөнім Құрал Қожасов Бегманова. Мен қазақ тілі және қазақ әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Түсінікті, үлкен рахмет, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Мектеп әл-Фараби атында болғаннан кейін сұрақ әл-Фараби туралы болмақ. Әл-Фарабидің шәкірттерінің атын білесіз бе? Әл-Фарабидің шәкірттері Сүлеймен Бақырғани, сол замандастары болды, қасында Сүлеймен Бақырғани болды, және де Әл-Бируни бар, және тағы басқалары болды. Түсінікті, үлкен рахмет. Әл-Фараби қандай отбасында өмірге келген? Әкесі кім болып қызмет жасаған? Әкесім қолбасы болған, ол жайында Әнуар Әлімжановтың «Ұстаз Нұрауы» деген шығармасында көрсетіліп айтылады. Үлкен рахмет. Сізге еңбегіңіздің рахатын көріңіз. Алдыңыздан үлкен мықты ғалым боларлық шәкірттер шықсын. Ассаламуалейкум. Қалың жақсы ма? Сен осында оқисың ба? Қай сыныпта оқисың? 6. Қазақ сыныбында оқисың ба? Иә. Қай мектепте? Мектебіңнің қалай аталатынын білесің ба? Әл-Фараби атындағы гимназия мектебі. Сен осы мектепте оқисыңдар ма? Қазақ қаласында оқисыңдар ма? Мен бір-екі сұрақ қояйын деген сендерге. Есімің қалай болады? Зере. Зере? Нешінші сынып оқушысың? 7А. 7-ші сыныбы. Қандай мектепте оқитыныңды білесің ба? Я, Әл-Фараби атындағы. Түсінікті. Әл-Фараби деген кісі кім екенін білесің ба? Я. Кім ол кісі? О, кезінде ақын болған. Кәр қоям ғой. Телевизорға түсеміз. Секшия, шынымен. Осы мектептің қай сыныбында оқисыңдар? 7 Ада оқимыз. Аттарың кім? Димаш. Әли. Әли, ой, қандай керемет. Осы мектептің қалай аталатынын білесіңдер ме? Әл-Фараби атындағы 102-ші мектеп гимназиясы. О, қандай керемет. Әл-Фараби деген кісінің кім екенін білесіздер ме? Ол кісі жазушы. Отырар қаласындағы кітапхана ашқан кісі. Ай, азамат. Сол Отырар қаласындағы кітапханадан білім алған үлкен ғалым. Аристотельдан кейінгі екінші ұстаз деп аталады ол кісі. Қай жылы туған білесіздер ме? 870. Ай, азамат, жігіт. Әкел қолды. Әл-Фараби қандай ғылымдарды зерттегенін білесіздер ме? Ең бірінші геометрияны зерттеген. Сосын физиканы. Әрине, астрономия, медицина, философия бәрін зерттеген. Бәрін зерттеген. Аристотельді аударған. Және де, Ол кісі 77 тілге жуық тілді білген. Ой, азамат, жарайсың. Үлкен рахмет, өркендерің өссін. Өте білімді болып, ертең қазақтың атын аспандататын мықты жігіттерді болыңдар. Рахмет үлкен сендерге. Балалар, сәлематсыңдар ма? Қалдарың жақсы ма? Жақсы, өзіңіз қалай?
жақсымыз. Осы мектепте оқисыңдар ма? Иә. Қай сыныптың оқушысыңдар? 7-ші Б. 7-ші Б. Ой, тамаша. Қазақ сыныбы ғой, Иә. Қандай мектепте оқитындарыңды білесіңдер ғой? Иә. Әл-Фараби атындағы гимназия. Әл-Фараби деген кісінің кім екенін білесіңдер ма? Иә. Кім ол кісі? Сперва открывать. Қаттырақ. Ну, мы по географии проходили. Әл-Фараби үлкен ғалым. Аристотельден кейінгі әлемнің екінші ұстазы деген атағы бар. Да. Он продолжил дело Аристотеля. Оқушылар, ассаламуалейкум, қалдарыңыз жақсы ма? Жақсы өзіңіздер. Осы мектептің оқушысыздар? Иә. Қай сыныпта оқисыздар? 7-ші Б. Аттарың кім? Болатбек Иманәли. Сабыр Ильяс. Ой, тамаша. Мектептеріңіз қалай аталатынын білесіздер ме? 2-ші гимназия. Кімнің атында? Әл-Фараби атында. Әл-Фараби деген кісіні білесіздер ме? Иә. Білесіз бе сіз? Иә. Ол кісі кім? Ол кісі кім болған? Ақын жазушы. Ассаламуалейкум. Өзіңізге бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Иә, болады. Есіміңіз? Жандос. Жандос, сіз ұстазсыз ба? Иә, Қай пән? тарих. Әл-Фараби атындағы мектепте қызмет жасағаннан кейін осы Әл-Фарабиға қатысты бір-екі сұрақ қойғым келіп тұр. Әл-Фараби деген кісі кім? Әл-Фараби философ. Ол кісі жалпы екінші ұстаз дейді ғой. Аристотельден кейін екінші ұстаз. Ол кісі жан-жақты музыка саласында математика, философия, трактаттары өте көп, еңбектері өте көп. Үлкен рахмет. Әл-Фарабиді алғаш болып зерттеген ғалымдарды білесіз бе біздің елдегі? Біздің елде өте жақсы зерттеген Ақжан Машани осы кісі. Сол кісі көп еңбектер, Фараби танымда көп еңбек. Сол кісі. Турасын айтқанда, Әл-Фарабидің қазақтан шыққан ғалым екен алғашқы дәлелдеген. Сол Ахан, өзімізде, Ахан. Тамаша. Сізге үлкен рахмет. Алдыңыздан шыққан шәкірттеріңіз ұлы тұлғаларға айналсын. Амандығыңыз тілейміз. Сау болыңыз. Қандай мұғалімдерде оқисыңдар, білулерің керек пе? Яқ болады. Иә. Әлфия, сен қай сыныпта оқисың? 7-ші Б сыныбында. 7-де оқисың ба сен? Қандай мектепте оқитыныңды білесің ба? Әл-Фараби атында. Әл-Фараби деген кісіні білесің ба? Иә. Ол кісі кім? Ең алғашқы әліппені ашқан кісі. Түсінікті. Тағы да қандай ақпарат білесің Әл-Фараби деген кісі туралы? Әл-Фараби әлемнің екінші ұстазы деп аталады. Есіңде болсын, е? Жарығым, сол жақсы оқы, ақыр қоншақ. Сау бол.